Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлының және Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Ұлытау облысы бойынша департаментінің басшысы Ернар Баянғазинның қатысуымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде комиссияның отырысы өтті. Күн тәртібінде 3 мәселе қаралды. Мемлекеттік сатып алу басқармасы және ішкі мемлекет аудит департаменті мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу кезіндегі жасалатын жемқорлық қылмыстары мен құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қабылданатын шаралар туралы баяндады. Статистикаға жөнетін болсақ, өткен жылдың қорытындысы бойынша облыс аумағында өткізілген 18 миллиард теңге болатын 1119 мемлекет сатып алуға камералдық бақылау жүргізілді. Бақылаумен 533 мемлекет сатып алуда, яғни 49% бұзушылықтар анықталып, хабарлама жіберілді, яғни тапсырыс берушілерге. 23 жылдың өткен кезеңде камералдық бақылаумен жалпы сомасы 63 миллиард теңге құрайтын 2267 мемлекет сатып алулар қамтылды. Бақылаумен 554 мемлекет сатып алуда бұзушылықтар анықталып, яғни 25% хабарламаға жіберілді. Бұл ретте бұзушылықтардың басым бөлігі Жезқазған қаласында 126 хабарлама, Қаражал 115 хабарлама және Жаңаарқа ауданында 88 хабарлама орын алды. Салаларына келетін болсақ, білім беру саласына 184 хабарлама, дене шынықтыру 64, денсаулық сақтау 61. Статистика бойынша келтірілген сандар жыл сайын артуы мүмкін. Ішкі мемлекет аудит департаменті сатып алудағы бұзушылықтардың басты себебі тапсырыс берушілердің жауапсыздығы мен өткізу мерзімінің ұзақтығы дейді. Бюджет қаражатын тезірек игеру мақсатында бір көзден сатып алуды қолданған кей мердігерлер конкурстан жеңіп алып, жалтарып жоқ болатынына да талай куә болдық. Тағы бір мәселе, облыста мемлекеттік сатып алу мамандары жетпейді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Қаражал қаласының әкімі жергілікті атқарушы органдардың сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының нәтижесі туралы баяндады. Үшінші мәселе бойынша облыстық қоғамдық даму, жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшылары үлгілік базалық бағыт жобасын іске асыру шеңберінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жасады. Перизат Тәлкенқызы, Мержан Мейрамұлы, Ұлытау телеарнасы. Ұлытау облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесті оның төрағасы Серік Төрегелдин ашып жүргізіп отырды. Күн тәртібіне 4 сұрақ шығарылды. Алғашқы сұрақ бойынша Ұлытау облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасының Ұлытау ауданы филиалының директорының міндетін атқарушы Аманбек Сүлейменов баяндады. Кәсіпкерлер ауылдық жерлерден несие алғанда банк кепілдікке өткізген мүлігін өте төмен бағалайтын көрінеді. Бұл жалпы негізі бұл тек қана Ұлытау емес, жалпы Қазақстан бойынша ауылдық жерде тұратын кәсіпкерлерді көптен толғанып жүрген өзекті мәселенің бірі деп айтуға болады. Бұл жалпы негізі мемлекеттік бағдарламалар бойынша несиелендіруде жалпы кепілге қойылатын мүліктің тек қана 50%-ын қаржыландырады жаңағы қаржы институттары. Және ауылдық жерлердегі жаңағы кепілге қойылатын мүліктің параметрлері өте төмен бағамен алынады. Мысалы, қазір біз айтайық, Ұлытау ауданының орталығында үйлері 7-8 миллионнан жоғары төмен үй жоқ қазір Ұлытаудың басында. Содан 40-50 миллионға дейін тұратын үйлер бар. Бірақ бағалаушылардың жаңа бағалауынан кейін оның бағасы әркесе 4-5 миллионды ғана құрайды. Енді өзі аржағында белгілі, ол өзі кепілге қойылған 5 миллион мүліктің тек қана 50%-ын бергенде ол 2,5 миллион ешқандай бір кәсіпкерлікті дамытуға бір кереметтей нәтиже бере қоймайды. Бұл мәселе министрлікке жолданып, ұлттық палатамен бірлесіп шешу жолдары қарастырылатын болады. Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша Ұлытау облысы өңірлік кәсіпкерлер палатасының бизнесті қорғау жөніндегі басқарушы директорының міндетін атқарушы Ғалымжан Сүтбаев баяндады. Оның айтуынша Қаражал қаласында мүгедектігі бар жеке кәсіпкер гүл сатумен айналысады. Заң аясында барлық салықтарды төлеп жұмысын жүргізеді. Ал мереке күндері заңсыз гүл сатумен айналысатын тұлғалар көбейіп кетеді. Кесірінен жеке кәсіпкер шығынға батады. Бұл мәселе бойынша кеңес төрағасы облыстық полиция департаменті салық органдарында тіркеусіз кәсіпкерлікпен айналысатын адамдарды анықтау жөніндегі жұмыстарды күшейтуді ұсынды. Үшінші сұрақ. Қаражал қаласында интернет желісі мардымсыз. Қалада тұрып интернет желілерін жөндеуге шеберді ауданнан шақырады. Сондай-ақ поштада дәл солай. Жаңаарқадан барып алады. Бүгінгі отырысқа осыған жауапты ұйымдар шақырылып, шешу жолдарын қарастырды.
Сосын қара жолдан жаңағы айтып жатыр, мынау тоқтың напряжениесі өте төмен дейді. Бәрі 220, естіңіз ғой, 220 вольт болатын болса, аналардың алып отқаны 170 қана вольт. Ал сөйтіп отырып, ақшаны толық алып отыр. 220 вольт бергенде қылып, а беріп отқаны 170 вольт. Иә. Сонда қазір қараймыз, не күйтіп отыр? Сондай тағы да мәселе көп енді біздің жұмысымыз осымен ғана шектелмейді. Мен айына бірнеше рет кәсіпкерлермен кездесем, зуммен кездесем, аудан қалаға барып солармен кездесем. Күн тәртібіндегі соңғы сұрақ бойынша Ұлытау облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңесінің осы жылға арналған жұмыс жоспары қарап бекітілді. Гүлім Маратқызы, Маржан Ғабдсаттар, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы. Оқушылар олимпиадасының облыстық кезеңінде топ жарған үздіктерден жасақталған бұл дода Ұлытау облысының құрамасы ретінде қатысқан алғашқы жарыстардың бірі. Жаратылыстану математика бағыты бойынша өткен білім сайысында біздің өңірдің намысын 35 оқушы қорғап, олардың 7-еуі жүлделі орынға ие болған. Атап айтар болсақ, 1 алтын, 4 күміс, 2 қола еншілеп келді. Информатика пәнінен алтын медаль жүлдегермін. Негізі олимпиада жақсы өтті. Олимпиада 2 турдан тұрды. Бірінші турда мен 159 балл жинадым, екінші турда 170 балл жинадым. Ортақ балда мен 333 алдым. Мен осы жеңісімді ата-анама, мұғалімдеріме, білім басқармасына арнаймын. География пәні бойынша 10 сыныптан қатыстым. Екінші дәрежелі екінші орынға ие болдым, және осы жеңісімді ата-анам мен мұғалімдеріме арнаймын. Шырайлы Шымкент қаласына рахмет айтамын. Алда қандай жоспарларың бар еді? Енді алда бұдан да үлкен жетістіктерге жету. Аталған олимпиадада еліміздің түкпір-түкпірінен ілімге құмар жасөспірімдер бас қосқан. Облыстық білім басқармасы мамандарының айтуынша, жаңадан құрылған облыс үшін біздің оқушылардың көрсеткен нәтижесі көңіл қуантарлықтай. Алғаш құрылған жас облыстың ішінде біз енді өзіміз анализ жүргізіп отырмыз. Бүгінгі күні кейінгі осы соңғы жылдағы құрылған үш облыстың ішінде біздің көрсеткішіміз өте жоғары деңгейде тұр. Сонымен қоса республика бойынша 20 мынау өңірдің ішінде мынау барған 35 оқушының 7 орын алуы, ол біз үшін, біздің өңір үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Айта кетейік, сәуір айында республикалық олимпиада қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша өтеді. Бұл бағыт бойынша облыстық кезеңде оқ бойы озық болған оқушыларымыз білім бәйгесіне дайындалуда екен. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.